Ассалаумағалейкум қазақ елі. Видеоны бастамас бұрын арнамызға жазылып, лайк басып, пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Құрметті көрермен, егер де сіз аз уақыттың ішінде миллионер болып шыққыңыз келсе, қолыңызға камераңызды ұстап, Боратты іздеуге шығыңыз. Қуат Хамитов өзінің кезекті берген сұхбатында Боратты кімде-кім ұстап, видеоға түсіріп, қысқаша айтқанда жәбірлесе, сол адамға $1 миллион, яғни 433 миллион теңге беретінін айтты. Кімде-кім Боратты видеоға түсіріп, ұрып соққан болсын, басынан ұрып, униженный виде кімде-кім сондай видео түсіреді, сол Боратты ұстап алып, лично менен менің достарымнан оларға $1 миллион. Ал бұған не дейсіздер? Қуат Хамитов қуып отыр ма, әлде бұл Қуаттың кезекті хайпы ма? Ол өзінің жекпе-жегінде 12 миллион теңгені әрес тауып жүргенде 433 миллион теңгені қайдан таппақшы? Әлде Каспий банкты бұзған хакер осы Қуат Хамитов болған ма? Бұл видео ұнаса арнамызға жазылып, видеоға лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш.